Жетісу облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында 6 мыңнан аса ағаш көшеті отырғызылды. Соның 1 мыңы Талдықорған қаласында егілді. Көгалдандыру жұмыстарына шаһар жастары, мемлекеттік мекеме қызметкерлері және кәсіпорын ұжымдары мен зейнеткерлер де қатысып жатыр. Олар жаңадан бой көтерген ықшам аудандарды абаттандырып, жасыл желекпен көмкеруге өз үлесін қосуда. Ал коммуналдық мекемелер арық-атыздарды тазалауға кірісті. Мамандардың айтуынша бүгінгі күнге дейін облыстағы елді мекендерден 3000 тоннаға жуық тұрмыстық қалдық шығарылған. Бәр қалаларда болдым, біздің Талдықорғанға жететін қала жоқ. Ауасы да қандай, суы да бар, тауы да бар. Керемет, жап-жасыл Талдықорғанымыз өсіп, өркендеп, көгере берсін деп, соған белсенді қатысып жатырмыз. Облыс аймағында 115 мыңға жуық ағаш егілу көзделіп отыр. Соның 6 мыңға жуығы егілді. Сонымен қатар аудандарда фасадтарды әрлендіру, бояу және арық жерлерін тазалау жұмыстары жүргізілуде.